бекер келдің. Сені өлтіру үшін бәріне дайынмын. Оны қазір көреміз. Қане маған басың дей, әйтпесе жер патшалығының күшін саған қарсы қолданам. О баста Шинокты қайта тірілді жоспарына қатысқан үшін Скорпион өзін кінәлі сезінді. Оның кек алуға деген құштарлығы жер патшалығын жойылуға дейін алып келді. Скорпион өзінің кінәсін өтеу үшін Харакириді қолына алып жатқанда, Рейден ақылға қонымды шешімді ұсынды. Рейден Скорпионды өлім жазасына емес, өмір сүруге үкім етті. Ол оған Зинсей билігінің бір бөлігін беріп, осылайша жер патшалығының жанымен байланыстырылды. Скорпион мен жүздеген ширай рулықтар Зинсей мен жер патшалығының ақыр заманға дейінгі ғұмырын қорғауға ант етті. Ұлы шебер Саб-Зеро жер патшалығын қорғау үшін Линкой руына Текустиннің құрамынан да басқа нәрсенің қажет екендігін түсінді. Және іздеген нәрсесін сыртқы әлемнің қарлы жерлерінен тапты. Мұзды Айдаһардың аналығы. Мұзды шабуылын қолдана отырып, Саб-Зеро Айдаһардың шығуына көмектесті. Олар тек Линкойдың қарапайым шеберлеріне бағынып, Айдаһар шабандоздарын дайындау қызу жүріп жатыр. Линкойдың әскері Горокорина атты әскерімен толықты. Оның рухы мен күші аңызға айналды. Енді жер патшалығына қарсы соғыс ашуға ешкімнің батылы жетпейді. Мелинаның өлімі Таня ойлаған Эдения туралы армандарды да бір жолы өлтірді. Олар басқа көтерілісшілермен бірге Котолканның шабармандарынан қашып құтылды. Тағы бір Эдениялық бар. Рейн өзінің құдіретті одақтасы ретінде жақсы серік болды. Бірақ жағдай қиындаған сайын бір-біріне деген сенім жойыла бастады. Өз өмірін сақтап қалу үшін Таня Котолканға Рейнді қайдан табуға болатындығын айтып барды. Таня өлім жазасынан құтылды. Десе де тұтқындағы Таня жаңа жоспар құрмақ ойы бар. Шинокқа қарсы соғыста жеңіске жеткеннен кейін, Такеда әкесімен бірге анасын өлтірген Қызыл Айдаһардың жексұрын адамын іздей бастады. Арнайы күштер жасағы Такедаға ұйымның негізгі орнын табуға көмектесті. Жалған кейіппен олардың қатарына Кенши екеуі еніп кетті. Тау қамалының тереңінен Такеда ұйымның түбінде орналасқан нағыз Айдаһарды тапты. Олар мәтіндерін қолданғанда Айдаһар өлтірушінің атына тап, Такеда мен Кеншиді алыстағы үңгірге апарды. Олар сталагмиттің құрсауында қалған адамды тапты. Қызыл Айдаһар бұл кісіні сусломен өлтіру керек деген кеңес берген еді. Ал Такеда оны босатуға кірісті. Көптеген ауыртпашылықтар артта қалды. Және қатты шаршап шалдыққан Соня кенет ұйықтап терең түс көрді. Кано Джакс пен Кессиді тұтқындап алған екен. Ол Соняға мысқылдап, қайсысын аман алып қалғың келеді, соны таңда деп бұйырды. Екеуінде құтқара алмаған Соня Кессиді таңдады. Ал Кано көз алдында Джаксты өлтіргенде, ол қорыққаннан өз-өзіне келе алмады. Джонни оны оятқанда, Соня айқайлап жіберді. Оның қорқынышты хабары болды. Джаксты әлгі қасапшы атып тастағанын айтты. Джонни Кейдждің өмірі тіпті ең фантастикалық фильмдерден де оғаш болып шықты. Бірақ ол ақыр заманның жақын екендігін жақсы біледі. Рейденнің көмегімен
Джонни өзінің шытырман оқиғасы басталған аралдағы қараусыз қалған Шан Цзун бекінісіне жүзіп барып, болашағын ойлады. Қираған жерден Джонни көне кітапты тапты. Ал ол тапқан кітап жай ғана кітап емес. Онда Шан Цзун эдендіктердің ұзақ өмір сүру сырының әдістемесін тапқаны жайлы жазылған. Енді зейнетке шығуды кейінге қалдыруға тура келеді. Кессидің Шинокқа қарсы ғаламат жеңісінен кейін Рейден оған тағы да бір маңызды тапсырма берді. Жан ұрлаушыны табу. Кессиге жан ұрлаушы Шан Цзунның қайта тірілуі мүмкін екенін білудің ешқандай да қажеті жоқ. Әдеттегі өзіндік тәсілдермен іздестірген Кесси оны лезде тауып қарияға шабуыл жасады. Қолынан келгенше күрескенмен әлгі шал жеңіліс тапты. Кесси көз алдында өліп бара жатқан қариядан есімін сұрады. Ауыр, әрі соңғы демімен жауап берген қария Шуджинко деп жауап берді. Шинокпен болған сұрапыл соғыстан кейін Джонни ауруханаға түсті және Джакстан жасақты уақытша басқаруын сұрағанда ол келісімін берді. Бір шетінен Джекидің жанында болып оны қорғай алады. Джакс шағын тапсырманы орындап, транспортқа мінгенде өзі қорыққан жайт орын алды. Тауарлардың арасынан суырылып шыққан Эрон Блэк жасаққа кенеттен оқ жаудыра бастады. Джакстың және басқаларының да бақытына орай шапшаңдығымен бар оқты темір қолдар арқылы тойтарып тастады. Такеда Эрон Блэкті демде жер жастандырды. Бірақ Джакс кенеттен ауырсынып, кеудесінен қызылдақтарды байқады. Котолкан жер патшалығына қысым жасағалы бері арнайы жасақтың басты нысанына айналды. Ал бұл тапсырма Джекки Брикстің мойнына жүктелген. Оңтүстік Американың джунглейінде орналасқан құпия пирамидаға келген Котолканды Джекки аңдып келді. Пирамида ішінен жарқырап тұрған бас сүйек табылды. Джекки патшаға демде шабуыл жасап, артефакты ұрлап кетті. Әрине, Джекки бұл заттың не екендігін білмесе де, оны Котолканнан ұрлап кетті. Өйткені патшаның өзі іздеп келетіндей, бұл не зат? Сыртқы әлемнің бассыздығы қанды шайқаспен шектелетінін білген Борайчо өз отаны үшін күресуге оралды. Әрине, Котолкан оған дос емес. Десе де ешбір халық құл болу үшін жаралмаған. Борайчо сыртқы әлемнің жауынгерлерін болашақта болуы мүмкін соғыстарға дайындай бастады. Өзіндік әскери шеберлігі мен көшбасшылығының арқасында сыртқы әлем жер патшалығының мысын баса алды. Ескі досы Рейден енді ол үшін ешкім емес. Китана жарқыраған таңға жайып көшеде есін жиды. Бұл Эдения патшалығы. Сыртқы әлемнің бодауынан азат болған. Ал Китана осы әлемнің падишасы. Егер Рейден араласпағанда, жағдай осылай болар еді. Шавокан жер патшалығын жояды. Десе де Китана тоқырау кезеңді өткеріп, басқа әлемдермен бірігіп, оның көзін жояды. Десе де нағыз шындыққа оралған жөн. Есін жиған Китана өзінің жер асты әлемінде екенін түсінді. Ол ешқашан Эденияның патшайымы болған емес, тозақтың билеушісі ғана. Осы аяндардан кейін Рейденге тіс қайрады. Лю Кан Шинокты жеңген бойда жер асты әлеміне қайта оралды. Ал мұнда Шиноктың орнын басуға қызу талас тартыс жүріп жатыр. Лю Кан сиқыршы немесе құдайлардың бірі емес. Десе де жер асты әлемінің әзәзілдеріне қарсы оның ерік жігері жеткілікті болды. Лю Кан өзіне жер асты әлемінің билеушісі болу ұнайтындығын түсінді. Ол Шиноктың тағына ие болып, басқа әлемдерді жаулап алуды ойластырмақ. Шиноктың жеңілісінен кейін Кунлаоның бойындағы Куанчидің қара сиқыры жойылып, жер асты әлемінен босатылды.
Егер алыс туысы Кун Цзин көмектеспегенде, құлдықтан құтыла алмас еді. Шаолинь шеберінің көмегімен Кун Лао өне бойындағы әзәзіл рухтарына қарсы тұрып, олардан арылу қолынан келгендей. Әрине, Кун Лао қартайған. Десе де түнек күшіне қарсы тұру үшін барын салады. Қараңғылыққа еш мейірімсіз қарсы тұрады. Мыңдаған жылдар бойы Рейден жер патшалығын қорғап келеді. Бірақ ақыры ең жақсы қорғаныс шабуыл екендігін енді түсінді. Ойы өзгерген Рейден Ширай Рюді ертіп сыртқа лем күшейместен оларға соққы беруді шешті. Котолканның қорғанатын дәрмені болған жоқ, және сыртқа лем тізе бүкті. Соғыстың нәтижесінде Рейден сыртқа лемді өз билігіне алды. Жер патшалығына қауіп төндірер 4 әлемнің бірі мәңгілікке залалсыздандырылды. Куан Чи Шинокқа ұзақ уақыттан бері қызмет етіп келеді. Оның Шинокты тұтқыннан босатудағы рөлі үлкен құдайлардың назарынан тыс қалмады. Шинок енді қауіп төндірмейді, бірақ Куан Чидің әрекеттері жаңа серпім тудырды. Көптеген пікірталастардан кейін үлкен құдайлар алапат құдірет күшейместен бұрын мұны теңестіруге бел буды. Таңдау еркіндігі Куан Чидің жан дүниесін өртеді. Оның алдына бір ғана мақсат қойылды. Рейденнің көзін жою. Кун Цзиннің жер патшалығы үшін жасаған ерлігіне өз отбасысы оған сый берді. Ал оны Рейден өз мұрағатына қойды. Десе де бұл жайтқа аса қатты мән бермеді. Себебі бар ойы туыс ағасы Кун Лао. Кун Цзин ағасын іздеп, оны жер асты әлемінен тапты. Рейден Куан Чидің көмегенсіз жасалған дуа кетпейді деп топшылаған. Десе де Кун Цзин бұған үзілді кесілді қарсы. Себебі шаолиньдер үшін бәрі де мүмкін. Ол Кун Лаоға бойындағы қараңғылықтан тазарып, қалыпқа келуге көмектеседі. Котолкан өз күшін қалпына келтіріп, толықтыру үшін сыртқа әлемге оралды. Десе де, Рейден оған мұрсат бермей, сыртқа әлемді жаулау үшін шабуыл жасады. Котолканның барамалы, үлкен құдайлардан бұл сұмдықты тоқтатуды сұрау. Сонда құдайлар іске араласып, мынадай шарт қойды. Нәтижесінде әрбір 10 жылдық сайын Котолкан ең мықты жауынгерлерін Рейденге қарсы қанды шайқас жарысына шығарады. Саусақтарының ұшынан өне бойына таралып, Мелина қайта ес жиды. Бірақ бір оғаш дүние бар. Ол зертханалық бөлмеде есін жиды. Ал маңайында сансыз әйелдер және Мелинаның нағыз көшірмелері бәрінің ой өрісі бір екенін және жадына дейін тура өзі секілді екендігін Мелина бірден түсінді. Олары бірден тізбектеліп, бір-бірін лезде түсініп, үлкен жасақ құрды. Әрине, бұл үлкен басымдылық. Кезінде Мелинаны ренжіткен жаулары үшін жоспар құрып, бірігіп кек алады. Шинокты жеңгеннен кейін Кенши Такедаға қосылып, мерт болған әйелі Су Цзин үшін кек алмақ. Өзара түйсіктері оларды үңгірге апарды. Салмагитте қамалған адамды Тавенді босатты. Кенши Тавенге әлгі қанішер ұйым Қызылайдахарда туған ағасы Дэгон құрғандығын жеткізді. Дэгон Су Цзинді ғана емес, әке шешелерін де өлтірген екен. Кенши, Такеда және Тейвен Қызылайдахар ұйымына қарсы шабуыл жасады, және Дэгон Кеншидің қолынан мерт болды. Ақыры Су Цзиннің кегі қайтарылды. Шиноктың жеңілісінен кейін Котолкан рептилияны жер патшалығын бақылауға жіберді.
Бұл мағлұматтар келешек соғыста қажет болады. Рептилия бір кездері жабылған кездейсоқ үңгірдің кіреберісін тапты. Бірақ осы уақытта кенеттен қақпа ашылып, ішінен рапторларды көргенде қатты таң қалды. Бұл нәсілдің басқа өкілдерінен айырмашылығы. Рапторлар жойылған затераға бармады және өз жауларына қарсы тұрып, жойылып кетуден сақтанды. Рептилия өзінің тайпаластарын тауып алып, оларды тастамауға ант берді. Қайтадан жалғыз қалған Эрмак, Шаоканның ескі бекінісінің лабиринттерін аралап шықты. Өзін шақырған әлсін дауысты іздеді. Кенеттен кеудесінде шаң бұлты көтеріліп, бойындағы көптеген жандардың бірі босанып шықты. Түсініксіз тұман бірінен соң бір жанды сіңіре бастап, адам кейпіне енгенде, оған күрсіне көз тастап, әлсіреген Эрмак азиаттық адамды таныды. Әрине, бұл қайта туылған жан сорушы Шаң Цунь. Кано әрқашан аман қалатын, бірақ тағдыр да оны аямады. Ол өз ойындағы терриорды тәрбиелеп, Қызыл Айдаһарды басқаратын, өз әдет-ғұрпын дәріптейтін шәкірт қалдыра алмаса, жауынгерлік техника, қару-жарақ, диверсия, азаптау, мұның бәрі оқу курсының бір бөлігі болды. Бірақ Кано өз шеберлігінің құпиясын шәкірттеріне ашпас бұрын, олар өз әлсіз тұстарын түзеуі тиіс. Сонда түсінер, аман болса. Каноның ең жақсы оқушысы кім? Оның ұлы. Қазіргі уақытта жасақ жаттығу үстінде. Шамамен 150 жыл бұрын Шаң Цунь Эрон Блэкті жер патшалығының жауынгерлерін өлтіру үшін жалдаған. Сыйлық ретінде Шаң Цунь Блэктің өмірлік процесін баяулатты. Сондықтан ол асықпай тапсырманы орындай алады. Егер ол жұмысқа қабылданса, ол өзінің бонусындағы пелді міндетті түрде жояды. Жер патшалығының жас жауынгерлер командасы Эрон Блэктің әміршісі Котолкан үшін көп қиындық тудырды. Қара жыланның салқындылығымен Блэк бәрінің көзін жойды. Дивора Шинокты мүлде өлтіргісі келмеді. Орнына оны құлдыққа түсіруге ниет етті. Оның денесін өз дернәсілдеріне жемдік етті. Дернәсілдер өлмейтін, құдайлық күшті бойына сіңіріп, Дивораның ұрпақтары Каэтинаға дейін өмір сүргендердің барлығынан өтті. Олар өсіп, көбейіп, шегірткелер сияқты бүкіл әлемге тарады. Каэтин супердрондарының әскері олардың сүйкімді патшайымы Дивораға даңқ әкелді және басқа тіршілік иелерін тып-типыл етті. Көптеген жылдар бойы Ферри мен Тор симбиозда болды. Бұл осы түрдің өкілдері үшін табиғи жайт. Ферра жетіліп, ұлы қайта туылу дәуіріне жеткенде, олардың байланысы бұзыла бастады. Ферра мен Тор өздері қосылған Таркатандық ауылға қайта оралды және жаңа өзгерісті қабылдауға дайындалды. Жаңа әрі қауіпті өзгеріс басталды және сыртқы әлемде 3 жылға созылды. Нәтижесінде қатты қиналған Тор мерт болды. Енді Ферра қатты өзгерді және оның жаңа шабандозы пайда болды. Жеңіс күткен жаңа жұп ерекше симбиоттар тудырады. Тремордың алдында жатқан Шинокты үрей билей бастады. Қара Айдаһардың армандар патшалығына енуінен кейін көп нәрсе өзгерді. Кано Тремор командасынан психобомба сұрады және оның көмегімен Шиноктың тұмарын ұрламақ ниетте. Бұл әлемде болу Тремордың күшін арттырып, оның ақыл ойын дамытады. Ол жер патшалығының қорғаушылары, жартылай құдай Фоджи мен Рейденге де қарсы тұра алады.
Трайборг Шинокты жеңгеннен кейін келесі нысаны арнайы жасаққа шабуыл жасады. Генерал Блейдтің жауынгерлері жан қиярлықпен соңына дейін күресті. Десе де Трайборгқа қарсы жеңілістен қашып құтылу мүмкін емес. Арнайы күштердің компьютерлік желісіне қол жеткізген Трайборг осы күнге дейінгі Лин Куэй дискілерін іске қосты. Трайборг Стил Северіне Лин Куэй ұйымының ондаған мың ер және әйел ми импульстерін деректерін жүктеп салды. Ғалымдар Трайборг Лино шекарасында қажетті барлық материалдармен қамтамасыз етті. Сіз киберді жеңе алмайсыз. Жүктеп алу аяқталғаннан кейін ұйымның кибернетикалық нұсқасы қайта жасалды. Лин Куэй. Бірақ Саб-Зеро бұрын осы сынды атауға тыйым салғандықтан, Трайборг өз ұйымына жаңа атау берді. Енді ол ең өлімші Текун ұйымының басшысы ретінде танымал болады. Скорпион секілді, Джейсон Ворхуис басқа әлемнен келді. Кекшіл рух өмірге қайта оралды. Жүздеген жан оның қанішерлігінің құрбаны болған. Оны қазіргі жер асты әлемінің иесі Люкан жақсылап бақылап отыр. Ажалсыз қанішер Джейсон оның құрған қанды шайқастарына қатыса алар еді. Ал Джейсонды жер асты әлеміне тарталады ма? Әлде бұл қате шешім бе? Бәлкім қауіптенетін шығар. Ал Джейсон жай ғана Люканды жою арқылы оған жауап берді. Leatherface лас киіміне құдайдың қанын жақты. Бәлкім енді сұлу қыздар оның аққұба бұлғары жүзіне назар аударатын шығар. Мұндай жетістікке жеткенше, күзетшілермен бірнеше достарын өлтіруге мәжбүр болды. Бірақ бұл жеткіліксіз. Сыйлық ретінде ол қызға қарияның жүзін сыйға тартты. Қыз сыйлықты қабылдамады. Ол өзін өте нашар сезінді. Осылайша Leatherface оны аяусыз бөлшектеп туралап тастады. Содан кейін Дрейтон чили соусына қосты. Бәлкім бұл шектен шыққандық болар. Десе де әлгі қыздың бет жүзін тіліп алып, өзіне жаңа бет перде жасады. Оның сүйіктісі болғысы келмеді ме? Жақсы. Егер оған бұйырмаса, ендеше басқаға да бұйырмайды. Элиен Шиноктың етін жылмалап, оны өз қанына өзін тұншықтырды, және содан кейін сыртқы әлемдегі өз ұясына оралды. Ол жаңа ұя табу үшін қолайлы құрбанды іздеуді жалғастыруда. Бөгде жануарлардың бірнеше қолайлы түрін тауып, олардың өкілдерін өз ұясына сүйрей барды. Патшайымдары қайта дүниеге келген кезде, түнгі ұя тез көбейіп, бүкіл патшалықты тыныш жаулап алды. Патша Котолкан мына бөгде тіршігейлерінің негізгі ұясын тауып, шабуыл жасап сыртқы әлемді құтқаруға тырысты. Шайқас жеңіліспен аяқталды. Бөгде тіршігейлері сыртқы әлемде өріп жүр. Жерде баталатын бұл әлемде көптеген лайықты қарсыластар өмір сүреді. Аң аулау үшін тамаша орын. Олардың кейбіреулері жыртқышқа бейтаныс сиқырлы күшке ие. Предатор бұл жаңа қаруды меңгеріп, оны жаулап алуда қолдануға шешім қабылдады. Жақында болған жекпе-жектен алынған олжаны тексеріп, оның құпиясын аша алды. Сиқырды меңгерген предатор жеңілмейтін, құдіретті және бүкіл әлемде оңай үстемдік етпек. Ол жоғары дәрежелі жыртқышқа айналды. Шокандар азамат соғысында екі жаққа шығудан бас тартып, халық арасынан шеттетілді. Соғыс аяқталғаннан кейін Ханзада Горо саяси аренаға оралуды шешті. Котолканның жауынгерлері бұл үрдіске жылдар бойы қарсы тұрды. Ал Мелинаның жасағы мүлде тарап кеткен. Шоканинге билікті құлату қиын болған жоқ. Жаңадан билікке келген Горо өзіне қарсы шыққандардың еш қайсысын аямайды. Оның тағына оштектер де, каэтиндер де, эдендіктер де, тіпті таркатандар да қол сұға алмайды. Жердегі Зенсей күші енді Шинокқа тиесілі, және Шинок үлкен құдайларға қарсы ғасырлар бұрын басталған соғысқа нүкте қою үшін жолға шықты.
Үлкен құдайлар әлемдік бейбітшілікті қалайды. Олар тәуелсіз тіршілік болған жоқ. Олар жай ғана бірыңғай суибнос деп аталатын құбылыстың құрамдас бөліктері ғана. Шинок әлемдерді біріктіріп, оларды басқарғысы келеді. Әлемдерді біріктіру кезінде үлкен құдайлардың да күшін сіңірді. Шинок дегеніне жетті. Бұл ғалам бір жола жойылады.